ковид пандемиясынан кейін адамдар бір сұрақтан қорқатын болды. Келесі пандемия қандай вирус болады деген. Соңғы жылдары ғалымдар жиі айтып жүрген вирустардың бірі хантавирус. 2025-2026 жылдары әлеуметтік желілерде ақш-та хантавирус көбейіп жатыр. Тышқандардан тарайтын өлім вирусы анықталды деген жаңалықтар қайтадан тарай бастады. Тіпті кейбір адамдар бұл жаңа ковид болады деп қорқып жатыр. Бірақ шын мәнінде қазір не болып жатыр? Хантавирус жаспен күшейіп келе ме, әлде интернет тағы да барлығын асыра сілтеп жатыр ма? Бүгін біз осы туралы айтатын боламыз. Хантавирус деген не? Хантавирус бұл көбіне кеміргіштер арқылы тарайтын қауіпті вирус. Ол адам ағзасына кіргеннен кейін өкпені, тыныс алу жүйесін, кейде бүйректі де зақымдайды. Ең қорқыныштысы, бастапқыда ол кәдімгі тұмау сияқты басталады. Адамның денесі ауырып, қызуы көтеріліп, әлсіздікті сезеді. Бірақ бірнеше күннен кейін өкпе сұйықтыққа тола бастайды. Кейбір науқастар аппаратсыз тыныс ала алмайтындай дәрежеге жетеді. Хантавирустың кейбір түрлерінде өлім көрсеткіші 30%-дан асады. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Өздеріңізде қазір барлық жаңалықтардан естіп жатқан шығарсыздар. 2026 жылы сәуірде әлемді тағы да бір қорқынышты жаңалық дүрліктірді. Ол хантавируспен байланысты. Аргентинадағы Ушуай қаласынан шыққан MV Hondios атты круиз кемесінде жұмбақ ауру тарай бастайды. Алғашында бәрі жай ғана саяхат сияқты көрінген. Кеме Антарктидаға, оңтүстік Атлантида аралдарына, жабайы табиғат аймақтарына барған. Бірақ бірнеше күннен кейін кейбір жолаушылар қызу, әлсіздік, тыныс алу қиындығына шағымдана бастайды. Содан кейін жағдай қорқынышты сценарийге айналды. Бірнеше адам қайтыс болды. Кейін ғалымдар күдіктің эндис вирус деп аталатын хантавирус түріне түскенін айтты. Бұл кәдімгі хантавирус емес еді. Себебі эндис вирус ол адамнан адамға жұғуы мүмкін өте сирек хантавирус түрі еді. Сол сәтте әлем қайтадан ковид кезін еске түсірді. Кемедегі адамдар оқшаулануда. Кей елдер кемені портқа кіргізуден бас тартуда. Жолаушыларды әртүрлі мемлекеттерге карантинмен тасымалдауда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жағдайды бақылауға алды. Ең қорқыныштысы, ғалымдар нақты вирус қай жерде жұққанын бірден анықтай алмай отыр. Кейбір болжам бойынша алғашқы жұқтыру Аргентинадағы жабайы табиғат аймақтарында болған болуы мүмкін. Тіпті Аргентина билігі кеміргіштерді арнайы тексере бастаған. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы кейін халыққа қазіргі қауіп төмен деп мәлімдеді. Себебі бұл вирус ковид сияқты ауа арқылы тез таралмайды. Дегенмен бұл оқиға бір нәрсені бізге көрсетті. Адамзат әлі де жаңа вирустар алдында толық қауіпсіз емес деген. Хантавирустың не үшін шыққанына бірнеше себептер бар. Соңғы жылдары ғалымдар бірнеше нәрсеге алаңдап отыр еді. Біріншіден, климат өзгеріп жатыр. Қыс жылы бола бастады. Кей аймақтарда тышқандар саны көбейген. Ал кеміргіш көбейсе, вирус таралу қаупі де артады. Мысалы, ақш-тың кей аймақтарында соңғы жылдары хантавирус жағдайлары қайта тіркеліп жатыр. Әсіресе ауылдық жерлерде, орман маңында, ескі үйлерде. Тағы бір мәселе, адамдар табиғатқа жақындай бастады. Көп адам кемпингке барады, орманда түнейді, ауылдық аймақтарға көшіп жатады. Ал бұл вирус дәл сондай жерлерде жиі кездеседі. Кейбір сарапшылардың айтуынша, егер кеміргіштер популяциясы күрт өссе, вирус жағдайлары да көбеюі мүмкін. Бірақ дәл қазір әлемде жаппай таралып жатқан хантавирус пандемиясы жоқ. Міне дәл осы жерде интернет пен шынайы факт екіге бөлінеді. Сондықтан да әзірге қорықпаңыздар, жаңа пандемия басталуы әлі ерте. Дегенмен климаттың өзгеруі, кеміргіштердің көбеюі, вирустардың мутациясы болашақта жағдайды өзгертуі мүмкін. Ал сіз қалай ойлайсыз, адамзат келесі пандемияға дайын ба? Құдай сақтасын, бірақ ешқашан пандемия деген бұдан кейін болмасын. Пікіріңізді төменге жаза кетіңіз. Сонымен қатар видео ұнаса, осындай тақырыптар ұнаса, онда каналға тіркелуді ұмытпаңыз.